Назерке, сенің ішкі түйсігін не дейді? Қайсысы сенің қызыңның әкесі болуы мүмкін? Азамат немесе Еламан? Азамат деп ойлаймын. Азамат деп ойлайсың? Ойлаймын бір. Ойлайсың. Енді Азаматтың Еламанға қарағанда сөзі түзу, мойындап отыр. Соған бола айтып отырған шығарсың. Ортасында тұрған 4 айлық Тамирис, ар жағында Еламан, бер жағында Азамат. Кімге ұқсайды? Еламанға ұқсайды. Еламанға ұқсайды менше де. Еламан бала сіздікі. Мен де бір солай ойлаймын. Айтпақ. Азамат қойма. Жақсы. Сонымен сәуегейлікке, көріпкелдікке салынбайық. Бізде ғылыми орталық бар, мамандар дәлелдеп берді. Студиямызға зерттеудің барлық түрін жүргізетін Айлап 100+ генетикалық сараптама орталығының маманы Гүлмира Асқарқызын шақырамыз. Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Осымен қателеспесек, 6-шы ДНК сынама. 4-еуі теріске шықты, 2-еуінің жауабы қазір белгілі болады. Жігіттер, ДНК қорытындысын ашпас бұрын сіздерден сұрайын. Сұрағымды қайталайым. Азамат, егер мына қағазда сенің тегін мен атын 99-да 9 десе, не істейсің? Тегімді берім, қамқорлығым алам. Еламан, дәл осы сұрақ саған. Егер Еламан биологиялық әкесі десе, не істейсің? Солай болады. Ау! Солай болады, қамқорлығым алам. Жақсы. Сонымен, өпелі баланың қорытындысын бүгін білеміз бе? 4 бағдарлама бойы іздеген Тамиристің биологиялық әкесін бүгін анықтаймыз ба? Гүлмира ханым, мархабат. Кейіпкерлеріміз күдік болмасын деп, ДНК сараптамасы 2 зертханада жасалған болатын. 2 зертхананың да нәтижесі бірдей болып шықты. Сол нәтижені сіздерге қазір айта кетейін. Міне, ДНК анықтамасы мөрленген, ешкім көрмеген, нәтижені ешкім білмейді, тек қағаз ғана біледі. Сонымен болжамды әке Қалық Азамат, болжамды бала Тажмурат Тамирис, биологиялық туыстық ықтималы бойынша 0%. 0%. Демек, Азамат әкесі емес. Азамат, маскаңды шешуге дайынсың ба? Еламан. Ешқайсысын жібермеу керек. Осылай отыру оңғайлы ма? Жақсы.